Ағымдағы жылдың 28 қыркүйегінде қазақ халқының ұлы баласы Мұхтар Амарұлы Әуезовтің туғанына 125 жыл және оның Абай жолы роман-эпопеясына 70 жыл толады. Онда 17 мың сөз бар. Оны жазу үшін авторға 20 жылдан астам уақыт қажет болды. 17 жыл үздіксіз зерттеу және 12 жыл тынымсыз жазбаша жұмыс. Атақты француз жазушысы Луи Арагон бұл кітапты 20 ғасырдың ең жақсы туындысы деп сипаттады. Кітап 116 әлем тіліне аударылған. Абай жолы қазақтың тұңғыш эпопеясы. Бұл тарихи әйгілі жинақ 4 кітаптан тұрады. Бірінші кітап 1942 жылы, екіншісі 1947 жылы, үшіншісі 1952 жылы, төртінші том 1956 жылы жарық көрді. Осы эпостың алғашқы 2 кітап болып табылатын Абай романын жазғаны үшін жазушыға Кеңес одағының мемлекеттік сыйлығы берілді. Абай жолы 4 томдығы үшін Лениндік сыйлық берілді. Абай жолы эпопеясының басты кейіпкері ақынның өзі. Автор ақынның 50 жасын сипаттайды. Оның өмірі арқылы 19 ғасырдың екінші жартысындағы бүкіл қазақ халқының өмірін қамтиды және көрсетеді. Оның күрделі тағдыры, тілектері мен ұмтылыстары, армандары мен мақсаттары сол кезеңнің күрделікті болмысы. Шығармада сол кездегі қазақ қоғамының барлық өмірлік аспектілері қамтылған. Абай жолы романының мазмұны өзінің энциклопедиялық сипаты мен жанр бойынша алғашқы қазақ эпопеясы болып табылатынын атап өту қажет. Мұхтар Әуезов осы еңбегі арқылы бүкіл әлемге қазақтарды паш етті, сондай-ақ қазақтардың өздеріне олардың шын мәнінде кім екенін көрсетті. Абай жолы роман-эпопеясында қазақ этнографиясы, мәдени-рухани дәстүрлер мен діни әдет-ғұрыптар айқын сипатталады. Сол кездегі өмір мен әдет-ғұрып туралы. Жазғы қоныс аудару, құдалық және той салтанаттарын өткізу, жерлеу және аза тұту, еске алу іс-шаралары, болыс билеушілерін сайлау, сот ісі және тағы басқалар айтылады. Мұхтар Әуезов өзінің Абай жолы романымен қазақ халқына өзінің ұлы баласын, әнші, жанашыр әрі ойшыл Абай Құнанбаевты ашқаны сөзсіз. Абай жолы романы миллиондаған оқырмандардың сүйікті кітабына айналды. Правда газетінде бұл тек қазақ әдебиетінде ғана емес, бүкіл кеңес әдебиетінде үлкен оқиға болды деп атап өтті.